Бүгін Құрлық әскерлері әскери институтының курсанттары әскери патриоттық клуб балаларымен бірлесе отырып, Алматы қаласының номер 2 балалар ауруханасындағы балаларды жаңа жылға орай құттықтап, сыйлық табыс етті. Осы аурухана мен әскери патриоттық клуб үшін бұл бір дәстүрге айналды деп айтсақ та болады. Қазіргі таңда Алматы қаласында 20-ға жуық әскери патриоттық клуб өз қызметін көрсетуде, бірақ соның ішіндегі ең ерекшесі Киров атындағы әскери патриоттық клубы. Бұл клубта балалар әскери деңгейде альпинизммен, құзға өрмелеумен айналысады. Осы клубқа 40-тан жуық бала тартылған. Осы Киров атындағы әскери патриоттық клуб қызметін Алматы қаласының қорғаныс істері жөніндегі департамент бақылап отыр.